Шақыру билетті біз Canva приложениесі арқылы жасаймыз. Ең бірінші оған регистрация жасау керек, немесе аккаунтыңыз болса сонымен кіре бересіз. Мен мысалы Apple аккаунт арқылы кіремін. Осылай кіреміз, және де оң жақ астыңғы жерде бізде Pro деген жазу бар, соған кіреміз. Алғашқы 14 күнде бізге бесплатно пайдалануға уақыт береді. Соған басамыз. Мына жерде біз помесячно дегенді таңдаймыз. Айына бізден 2900 теңге ұстап отырады. Начать работу дегенді басамыз. Екі аптадан кейін сізге сообщение келеді. Сол кезде сіз картаңыздың нөмірін тіркеп подписка жасауыңызға болады. Енді біз Canva-ға өзіміздің қалаған шрифтімізді қондыруды үйренетін боламыз. Ол үшін біз Telegram каналға тіркелеміз. Және мынаның ішінде мен каждый шрифтті бөліп қойдым. Мысалы, детский шрифт жазып қойдым. Мына жерде осы жерге дейін детский шрифт болады. Сосын мында көлденең кривой шрифттар, сосын тік шрифттар. Мысалы, біреуін қондырып үйренейік. Мысалы, біз детский бір шрифт қондырайық. Телефонымызға сақтап аламыз. Мысалы, iPhone-да міне сохранить как файл дегенге басамыз. Загрузкидің ішіне сақтаймыз. Готово. Canva-ға кіреміз. Астындағы плюсикті басамыз. Кез келген бір шаблонсыз ете салайық. Мысалы, мобильный видео дегенді басамыз. Любойын таңдай саламыз. Сосын мына плюсикті басамыз. Және мына жерде текст деген бар. Осы жерде добавить фирменные шрифты дегенге басамыз. Шрифттердің жанында плюсикке басамыз. Загрузить шрифт дегенге басамыз. Вот жаңа біздің жүктеп алған шрифтіміз осында тұрады. Үстінен басып открыть дейміз. Да, загрузить. Мына шрифт поврежден деп тұр. Қазір басқа шрифт. Мына шрифтті қондырмаңыздар. Істемейді екен. Малинаны қондырып көрейік. Все, біздің шрифтіміз қондырылды. Енді біз оны қалай пайдаланамыз. Мысалы, текстке любой жаза салайық. Жазудың үстінен басамыз. Астыңғы жақта шрифт деген бар міне. Соған басамыз. Асты қарай түсеміз.
Загруженные шрифты дегенде біздің бүкіл қондырған шрифтіміз тұрады. Осылай шрифтті қондырамыз. Бүгін біз Canva-ның настройкаларымен танысатын боламыз. Мына жерде плюсикке басайық. Мына жерде форматтар бар. Біз көп қолданатын формат ол мобильное видео және де история Instagram деген. История Instagram міне. Видеоны тігінен қойып береді. Соған басайық. Бізде ақ таза бет шығады. Және бұл бетке біз текст қоятын боламыз. Астында текстеңге басамыз. Так. Мына жерде кез келген таңдай салуға болады. Мысалы, басайық. Мына жерге өз текстімізді жазамыз. Текстпен жұмыс жасайық. Текстін үстінен басамыз. Үстінен басқан кезде бізге осындай меню ашылады. Ортаңғысын бассақ, бізге копиясын жасап береді осылай. Мен мынау арқылы, мына плюсик арқылы текстті астыға-үстіге жылжытып отырмын. Текстің шрифтін өзгертейік. Астыда шрифт деген бар. Төмен түссек, біздің жүктеген шрифттарымыз тұрады мына жерде. Мысалы, любойын таңдай салайық. Құрметті қонақтар деп текстің шрифтіміз өзгерді. Және оны үлкейтейік. Размер шрифтіға барамыз. Осыны жылжыту арқылы үлкейтіп кішірейтеміз. Және де цветін өзгертеміз. Плюсикке мына жерде разноцветный тұрған жерде плюсикке басамыз. Сосын цветін былай өзгертеміз. Және де формат дегенге барсақ, көп қолданбаймыз, онда мына астын сызуды ғана пайдаланатын шығармыз. Болды, соны ғана пайдаланамыз. Интервал. Межбуквенный дегеніміз әріптердің арасын алыстатып, жақындатады, мысалы, осылай. Стандартіне тұра берген дұрыс. Негізі. Және де мына жерде между строками деген бар, оны қазір көрсетейін. Мысалы, екі қатарлық сөздер болса, екі қатардың арасын жақындатады. Мысалы, үш қатар болса, үш қатар общий жақындатады арасын. Оны постоянно қолданамыз. Және эффектіге барсақ, бізде көлеңке қоятын бар, мысалы, міне. Және осындай көлеңке қоятын бар. Мына обводка. Үстіне тағы рет бассақ, мысалы, толщинасын өзгертуге болады. Сосын совмещение дейді. Осындай обводкалар бар. Осындайлар бар, мысалы, міне. Бұны көп пайдалана бермейміз, сонда да арасында керек болады. Анимацияны бассақ, біз текстің шығуын настройкасын жасайтын боламыз. Печатающий. Кез келген, мысалы, өзімізге ұнаған анимацияны таңдағаннан кейін тағы үстіне бассақ, оның настройкасына кіреміз. При входе дегенді бассақ, тек бізге шығатын кезде ғана, мысалы, видео басталған кезде анимация ойнайды. Ал оба вариантыға қойсақ, мысалы, 4 секундтық бет болса, 4 секундтан кейін қайтып сол анимация қайталанады. Қосып көрсетейік. Міне осылай. Көп пайдаланатын анимациялар олар дрифт деген постоянно пайдалануға болады. Сдвиг дегенді пайдалануға болады. Скоростын тездетіп жерлетуге болады, мысалы. Мына жерде направлениесін өзгертуге болады. Астынан бастап шығады, үстінен бастап шығады деген сияқты. Любой кез келген анимацияның өзінің настройкалары бар. Мысалы, мынау внутрь дейді, үлкеннен кішірейеді. Мынау кішіден үлкейеді деген сияқты. Мынау тез, асықпай. Асықпай, осылай, каждый нені басып отырып, үйреніп алуға болады. Және де прозрачность бассақ, біз текстің көрінуін реттейміз. Слой расположение дегенді біз шақыру билет жасап жатқан кезде үйренетін боламыз. Және де екінші бетті давай етеміз, мысалы.
мына жерде бізде каждый беттің секунды көрінбей тұр. Мысалы оны көрсету үшін біз жоғарыда 3 точкаға басамыз. Настройки. Екінші қатарды таңдаймыз. Сол кезде бізге каждый беттің неше секундқа созылып тұрғаны көрсетіледі. Бұны мысалы 6 секунд, 7 секунд қылғым келеді. Слойдың үстінен басамыз, екі жағынан стрелка шығады. Соны жылжыту арқылы мысалы ұзартуға болады. Мысалы 10 секунд қойып қойдым. 10 секунд ойнайтын болады бізде. Және тап осы бетті қайталап қою үшін слойдың үстінен басамыз, сосын астында дублировать деген бар, соны басамыз. Дәл сол слойды қайталап береді. Анимациясымен барлығымен. Тек мына жерде біз тұрамыз да текстін өзгертіп жібереміз. Мысалы сол кезде бізде текст өзгереді, бірақ анимациясы қалады. Осылай. Және де ортасында екі слойдың ортасында плюсик бар, соны бассақ біз переход қоямыз. Өзімізге ұнағаны қоямыз, мысалы осылай. Бұл текст болғасында онша көрінбей тұр. Қазір жан-жағына гүл 3-4 слой қойғаннан кейін бізге әдемі қылып көрсетіп береді. Настройкасы, мысалы переходтың таңдағаннан кейін тағы үстінен бассақ, соның переход настройкасына кіреміз. Мысалы мына асықпай осылай алып келеді текстті деген сияқты. Ал мысалы 0-ға қойып тұрсақ былай тез ашылады.